Assalamu alaikum ağayın. Қалжайларыңыз қалай? Үй іш бала шаға аман есен жүріп жатсыздар ма? Келесі түсірілім. Мен күнделікті қандай жұмыс жасаймын, соны түсіріп жүрмін. Міне алма ағашы отырғызып отырмыз. Жүз түбін сатып алып келдім. Бірақ аяғына дейін қазіргі анау жерге дейін жетеді. 80 метр екен мына жерге дейін. Ар жағында тағы да 80 бар. 80-ді 5 қатарға етсек соған жететін рассада алып келдім. Міне мынаны түсіре кетейін дегенім қалай жасап жатырмын топырақты. Міне кезек дейді. 2 жыл тұрған әр несі бар. Әр төлдің несі бар. Қиы бар. Бетінен алған топырақты араластырамыз осыған. Қой. Қазірмен топ араластырып, мына жақ шетке шығарып қойдым топырақты. Жаңағы көң араласқан. Енді мынаның будандасқан жері бар. Мына жерден будандасқан. 3 жылда береді дейді Алла қаласа. Өнім көп болсын. Халқымызға бұйыртып жегізсін. Әр түрлі сорттан алып келдім. Жаңағы несі мына камераны ұстайтын адам болмай тұрған. Будандасқан жерін неге қаратамыз? Батысқа, күннің батысын. Содан кейін айта кететін, аяқтың ұшымен ақырын ұзаймыз. Бұны кейін ертеңдері қазық қағамда мына жерге ұстатып қоямын. Қазір мына жерге яма жасап жіберейік. Мынау сияқты мына жақта біткен жағын көрсетеді ғой. Су құйып, сразу артынан су құямыз. Келесін қазір су құятын жерін жасап жіберейік. Міне жасадық. Су ішінде қалқып тұр. Содан кейін айта кететін жай, қосылған жерден мен 7 сантиметрге қалдырдым. Мынаның бетіне енді қазір тағы бір қабат су құйып, одан кейін бетінен көң араласқан топырақты бүйтіп сеуіп тастаймын. Сонда асты қарпайды. Бетін сөйтіп тастаймын. Жапырақпен көріп тастаймын, мына шөппен үстіне. Мынаның үстіне қайтадан су құямыз, көріп тұрады. Кетпей тұрады. Күнделікті су құйып отырамыз. Түсіріп отырам күнделікті.